келесі есеп 31-ші есеп. Көлемі 100 литр болатын цилиндрдің 78%-ына су құйылған. Судың жартысы пайдаланды. Цилиндрдің қанша литрі бос қалды дейді. Тағы да пропорция 100 литр, ол менде 100% болса, и соның 78%-ына су қойды дейді. X тауып аламыз. Пропорция қоямыз. X тең болады 100 бөлінген 100 көбейтілген 78. Сонда менде 78 литр құйылған екен. 78 литр су құйылды. Мына жақтан қанша литр бос қалды? Сонда 100-ден мен 78 азайтамын. Соны сөйтіп мен қанша литрі бос екен тауып аламын. Так, оның менде 10, 22 литр. 22 литр менде бос қалды. Маған айтады, судың жартысы пайдаланды дейді. Сонда 72-ні мен 2-ге бөлемін. Ол менде 39. 39. 39 литрдің жартысын қолданып, жартысын пайдаланбады. Сонда менде қанша литр бос қалды десе, онда 39 мен 22-ні көбейтемін. Қосам, то есть. Сол кезде менде 61 литр қалады. Сонда цилиндрдің 61 литрі бос қалады.